Әли Имран сүресі. Рахман. Әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Әлиф, ләм, мим. Бір Алла, одан басқа құдай жоқ. Ол хай, мәңгі тірі, қайюм, еш нәрсеге арқа сүйемей, күллі болмысты бір өзі тіреп меңгеріп тұрушы. Уа Мұхаммед, ол саған осынау кітапты ақиқаттың нақ өзі әрі титтейде жалған араласпайтындай етіп, хақ мақсатта, сондай-ақ өзінен бұрынғы кітаптарды, яғни Тәурат, Інжіл сынды илахи кітаптардың әу бастағы түпнұсқасы мен мазмұнын растаушы ретінде оқиғалардың ағысына қарай бірте-бірте түсіруде. Ол Тәурат пен Інжілді де түсірді. Яғни ол Тәурат пен Інжілді бұрынырақта адамдарға тура жолды нұсқайтын жолбасшы ретінде түсірді. Сондай-ақ, ақ пен қараның, ақиқат пен жалғанның ара жігін ажырататын илахи қағидалар жиынтығы Фурқанды, Құранды түсірді. Шүбәсіз Алланың айдан анық аяттарын біле тұра, жоққа шығарып, күпірлік қылғандар үшін өте ауыр азап бар. Алла ұлы, бәрінен үстем, күпірлікке бой алдырған залымдарды оңдырмай жазалап кек алушы. Шүбәсіз, жердегі және көктегі бірде-бір нәрсе Алладан жасырын қала алмайды. Алла сендерді аналарыңның құрсағында өзі қалаған пішінде жаратушы, одан басқа тәңір жоқ. Ол ұлы, бәрінен үстем һәм әрісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі. Ол саған осынау кітапты түсірді. Ондағы аяттардың бір бөлігі мағынасы анық, әрі нақты болған мұхкам аяттар. Міне солар кітаптың негізін құрайды. Ал енді бір бөлігі болса, бір аяттың өзі бірнеше мән беретін мағынасы астарлы мүтәшәббих аяттар. Жүрегінде тура жолдан ауытқу болғандар, қайткенде бүлік шығарып, ел жұртты тура жолдан тайдыру үшін және аяттарды өз мүдделері мен қарауларына қарай тәпсірлеу үшін ондағы мұхкам аяттарды былай қалдырып, астарлы мағыналы мүтәшәббих аяттарды негізге алады. Шынтуайтында оның мүтәшәббих аяттардың шынайы тәпсірін, ақиқатын бір Алладан басқа ешкім білмейді. Және ілімде тереңдегендер, біз оған, Құранға, толық иман еттік. Ондағы мұхкам, мүтәшәббих аяттардың барлығы да Раббымыздың дәргейінен келді деп айтады. Ақыл иелері ғана ойланып, ғибрат ала алады. Һәм ақыл иелері Аллаға былай жалбарынады: Уа Раббымыз, бізді тура жолға салғаннан кейін, жүректерімізді ауытқыта көрме. Уа Раббымыз, өзіңнің мейірімің болмаса, тура жолда табандап қалуымыз мүмкін емес. Олай болса, бізге өз тарапыңнан мейірім тарту еткейсің. Шүбәсіз, сен құлдарыңды мол сый-сияпатқа бөлеуші Ваххабсың. Уа Раббымыз, шүбәсіз, сен күллі адамзатты еш күмәнсіз орнайтын қиямет күні ғарасат майданына жинайсың. Шүбәсіз, Алла уәдесінен таймайды. Күпірлік еткендердің мал дүниелері де, бала-шағалары да Алланың алдында оларға титтей де пайда бермейді. Міне солар тозақтың отыны болады. Тура Перғауын әулеті мен олардан бұрынғылардың жағдайындай, олар біздің аяттарымызды өтірікке балап, жалғанға шығарды. Алла оларды күнәлар үшін бас салып жазаға тартты. Алланың жазасы тым ауыр. Көпірлік еткендерге, сендер жер болып жеңілесіңдер және жаппай тозаққа айдаласыңдар. Ол қандай жаман жатақ орын еді деп айт. Бәдірде шайқасу үшін бетпе-бет келген екі топта сендер үшін шүбәсіз үлкен ғибрат бар. Бірі Алла жолында соғысса,
екіншісі кәпірлер еді. Соғыс барысында мүміндер олардың көзіне өздерінен екі есе көп болып көрінді. Алла қалағанын жәрдемімен қолдайды. Шүбәсіз мұның өзінде көретін көзі барлар үшін ғибрат бар. Әйелдер, әсіресе еркек кіндік балалар, қап-қап алтын мен күміс, асыл тұқымды сәйгүліктер, төрт түлік мал мен егінжай сынды нәпсінің құмарын арттыратын дүниелер адамдардың көз жауын алатындай тартымды етілді. Әсілі, бұлар дүние тіршілігінің өткінші қызығы мен бұйым боқшасы ғана. Шүбәсіз, адам жаны жай табатын ең тамаша жай Алланың құзырында. Оларға сендерді жан тәндеріңмен жақсы көрген сол нәрселерден әлде қайда қайырлы болғаннан хабардар етейін бе? Аллаға қарсы келуден барынша сақтанған тақуа жандар үшін Раббыларының дәргейінде жайқалған жасыл бауларының арасымен һәм салтанатты сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшалары бар, һәм олар сонда мәңгі бақи қалады. Сондай-ақ онда олар үшін пәк жұбайлар және бәрінен де қайырлы болған Алланың разылығы бар. Алла құлдарын әрдайым көріп тұрады деп айт. Тақуа жандар, уа Раббымыз, біз иман келтірдік, күнәларымызды кешіре көр, һәм бізді тозақ азабынан сақтағайсың деп жалбарынады. Олар сондай сабырлы, иманда шынайы, Аллаға қалтқысыз мойын сұнатын, мал дүниелерін игі жолда жұмсайтын, һәм түннің біраз бөлігін құлшылықпен өткізгеннен кейін сәресі уақытында Алладан кешірім тілейтін ізгі жандар. Алладан басқа тәңір жоқ. Бұған ең алдымен Алланың өзі куә. Сондай-ақ барлық періштелер мен шынайы ғалымдар да турашылдық пен әділдікті ұстана отырып, осынау ақиқатқа куәлік етті. Ұлы, бәрінен үстем, һәм әрісі мен әрбір үкімінде талай хикмет болған Хаким Алладан басқа тәңір жоқ. Алланың құзырында қабыл болатын хақ дін Ислам. Кітап иелерінің арасындағы алауыздық, оларға ақиқатты білдіретін ілім келгеннен кейін, араларындағы бақталастықтың нәтижесі болған өшпенділіктің кесірінен туындаған еді. Кім-де-кім Алланың аяттарын жоққа шығарып, көпірлік қылса, біліп қойсын, шүбәсіз, Алла жауапқа өте жылдам тартады. Егер кітап иелері сенімен дін мәселесінде сөз таластыруға келсе, оларға мен жан тәніммен бір Аллаға мойын сұндым, маған ергендер де бір Аллаға мойын сұнды деп айт. Сондай-ақ кітап иелеріне және иләһи кітаптан бейхабар, ілімнен махрұм болып, теріс жолда жүргендерге сендер де дәл солай Аллаға мойын сұндыңдар ма деп айт. Егер олар Аллаға мойын сұнса, шүбәсіз тура жолға түскені, ал егер мойын сұнудан бас тартып, сырт айналса, онда сенің жазығың жоқ. Сенің міндетің ақиқатты айтып жеткізу ғана. Алла құлдарын әрдайым көріп тұрады. Алланың аяттарын біле тұра жасырып, көпірлік қылып, пайғамбарларды һәм адамдар арасындағы әділдікке бұйыратын жандарды, нақақтан нақақ өлтірумен болатындарды алдарында күтіп тұрған жан төзгісіз азаппен сүйіншіле. Міне солар дүниеде де, ақиретте де істеген барлығысы зая кететіндер. Олардың азаптан құтқаратын бірде-бір медеткері жоқ. Өздеріне иләһи кітаптан жеткілікті үлес тигендерді, яғни иләһи кітапты оқып шынайы іліммен сусындап, біраз нәрседен хабардар болғандарды көрдің бе? Олар араларында туындаған мәселелерге Алланың кітабымен билік айтып, кесімді үкім шығару үшін шақырылғандарына һәм қолдарындағы Алланың кітабына қарап, үкім айтылғанына қарамастан, бір тобы үкімге бой сұнудан бас тартқан күйде сырт айналып кете барады. Мұның себебі
Олардың өздерінше тозақ оты бізге бұзауға табынумен өткізген санаулы күнді қоспағанда әсте тимейді деп айтатындықтары. Олардың мұндай ойдан шығарған жалған сөздері мен сенімдері, өздері ұстанған дін мәселесінде оларды осылайша алдауда. Шүбәсіз орнайтын қиямет күнінде оларды бір жерге, ғарасат майданына жинағанымызда, және ешкімге титтей қиянат жасалмайтын әрбір жан дүниедегі істегеніне қарай қарымын толық алатын шақта олардың жағдайы не болмақ? Мұхаммед, былай деп айт: уа, бар билік бір өзіне ғана тиесілі болған Алла тағала. Сен билікті қалағаныңа бересің, һәм қалағаныңнан билікті тартып аласың. Сондай-ақ қалағаныңды үстем етесің және қалағаныңды қор қыласың. Жақсылық атаулы бір өзіңнің ғана қолыңда. Шүбәсіз, сен барлық нәрсеге толық құдіреттісің. Түнді қысқартып, күнді ұзартасың, және күндізді қысқартып, түнді ұзартасың. Сондай-ақ өліден тіріні шығарасың, және тіріден өліні шығарасың, һәм қалағаныңа қисапсыз ризық несібе бересің. Мүміндер, мүмін бауырларын былай қалдырып, кәпірлерді дос тұтпасын. Кім солай істесе, Алламен һәм оның хақ дінімен байланысын үзген болады. Бірақ өздерінен әлде қайда үстем болған кәпірлерден келетін қауіп қатерден сақтансаңдар, оның жөні бөлек. Алла сендерді өзіне қарсы келіп, асы болудан сақтандырады. Ақыр соңында қайту бір Аллаға болмақ. Сондай-ақ мүміндерге көкіректеріңдегіні, ниет пиғылдарыңды жасырсаңдар да, жария етсеңдер де, бәрібір Алла бәрін біледі. Сондай-ақ ол күллі аспан әлемі мен жердің бәрін біледі. Алла барлық нәрсеге құдіретті деп айт. Сол бір күні әрбір жан дүниеде жақсылық есебінен не істеген болса, соның бәрі алдынан шығады. Жаман істері де дәл солай мен мұндалап алдынан шығады. Сонда ол істеген жамандығы мен өзінің арасында жер мен көктің арасындай қашықтық болғанын қалайды. Алла сендерді өзіне қарсы келіп асы болудан сақтандырады. Алла құлдарына өте мейірбан, сондай жанашыр. Уа Мұхаммед, адамдарға: егер Алланы шынымен жақсы көрсеңдер, маған еріңдер. Сонда Алла тағала да сендерді жақсы көріп, күнәларыңды кешіреді деп айт. Алла өте кешірімді, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Сондай-ақ оларға: Аллаға һәм Алла елшісіне бағыныңдар деп айт. Егер олар бағынудан бас тартып, сырт айналып кете барса, онда кәпірлер біліп қойсын, шүбәсіз, Алла кәпірлерді жақсы көрмейді. Расында Алла тағала адамды, Нұхты, Ибрахимнің әулетін және Имранның әулетін күллі адамзат ішінен арнайы таңдап талғап, бүкіл адамзаттан һәм бүкіл қауымдардан үстем әрі таңдаулы қылды. Оларды бір-бірінен тараған һәм бір сенімді ұстанған бір тұтас нәсіл ретінде күллі адамзаттан үстем етті. Сондықтан да пайғамбарларды бір-бірінен бөліп жармай, бәріне бірдей иман келтіріңдер һәм Алланың таңдауына әрі пайғамбарларына қатысты орынсыз сөздер айтпаңдар. Алла ауыздарыңнан шыққан сөздің бәрін естуші, әрі бәрін білетін шексіз ілім иесі. Бір кездері Имранның әйелі: уа Раббым, шынында мен құрсағымдағы баламды дүниелік істерден толық азат етіп, бір өзіңе, яғни өзіңнің жолыңа басы бүтін атайтындығыма серт бердім. Осы нәзірімді менен қабыл еткейсің. Шүбәсіз, сен бәрін естуші әрі бәрін білетін шексіз ілім иесісің деп мінәжат еткен еді. Ол құрсағындағы баласын Раббысына басы бүтін атап қойғаны үшін
ол босанармын деп ойлаған еді. Сөйтіп, ай күні толып, баласын босанғанда, өзі күткендей ұл емес, қыз тапқандықтан, уа Раббым, мен қыз босандым деді. Алла оның не тапқанын әлбетте жақсы біледі. Әрине, ол күткен ұл бала, біз берген осынау қыз бала сияқты бола алмас еді. Мен оның атын Мәриям деп қойдым. Сондай-ақ мен оны һәм ұрпағын рахымыңнан қуылған шайтаннан сақтай көр деп бір өзіңе сыйынамын. Раббысы оны анасының ниетіне, шынайы ықыласына қарап, жақсы қабыл алды және керемет талшыбықтай етіп өсірді. Оны Зәкәрияның қамқорлығына берді. Зәкәрия ғибадатханаға кіріп, оның қасына келген сайын, жанында әр алуан азық көретін еді. Бірде ол таңданысын жасыра алмай, уа Мәриям, бұл саған қайдан келді деп сұрағанда, Мәриям, Алладан келді. Шүбәсіз Алла қалағанына қисапсыз ризық несібе береді деді. Сол кезде Зәкәрия Раббысына, уа Раббым, маған өз тарапыңнан пәк, әрі қайырлы ұрпақ нәсіп ете көр. Шүбәсіз сен дұғалардың бәрін естушісің, деп мінәжат етті. Содан бір күні Зәкәрия михрабта намаз оқып тұрғанда, періштелер оған былай деп үн қатты. Алла тағала сені Яхиямен сүйіншілеуде. Ол Алладан келетін бір сөзді, Исаны растайды. Һәм ізгі жандардың мырзасы, нәпсіге әсте бой алдырмайтын, асқан тақуа әрі пайғамбар болады. Сонда ол таңданысын жасыра алмай, уа Раббым, мен қалайша ұл сүймекпін, өзім қартайдым, жұбайым болса бедеу деді. Сол кезде періштелер, Алланың жазуы солай, ол қалағанын істейді деп айтты. Ол, уа Раббым, маған ұлды болатыныма қатысты бір нышан бере көр деді. Алла, сенің нышаның ишара қылып, ымдап түсініскенің болмаса, 3 күн бойы адамдармен мүлдем тілдесе алмай қаласың. Ендеше, Раббыңды жиі еске алып, ертелі кеш, сен мінсізсің, кемшілік атаулыдан адасың деп ұлықтаумен бол деп айтты. Бірде періштелер, уа Мариям, шүбәсіз Алла сені арнайы таңдады, һәм сені күнәдан, кемшілік атаулыдан пәк қылды. Сондай-ақ, мерейіңді күллі әлемге әйел атаулыдан үстем етті. Уа Мәриям, ендеше, Раббыңның алдында барынша кішірейіп құлдық ұр, сәждеге бас қой, һәм алдында бас иіп рукух жасаушылармен бірге, сен де рукух жаса деп айтты. Уа Расулым, міне, бұлар сен бұрын соңды естіп білмеген ғайыптан хабарлар, оны саған уахи жолмен жеткізудеміз. Әсте олар Мәриямды қайсымыз қамқорлыққа аламыз деп, қаламдарын лақтырып, жеребе тастап жатқанда сен олардың қасында емес едің. Сондай-ақ олар Мәриямға қамқоршы болу мәселесінде өзара таласып жатқанда да қастарында емес едің. Бір күні періштелер, уа Мәриям, шүбәсіз Алла сені өз тарапынан келетін бір сөзбен, нәрестемен сүйіншілейді. Аты Мәсіх Мәриям ұлы Иса. Ол бұл дүниеде де, ақиретте де аса беделді һәм Аллаға ең жақын жандардың бірі болады. Сондай-ақ ол бесікте де, ересек егде шағында да адамдармен тілдеседі, әрі ізгі жандардың бірі болады деп айтты. Сол кезде Мәриям таңырқап, уа Раббым, мен қалайша бала көтермекпін, маған бірде-бір ер адамның қолы тиген емес дегенде, Алланың атынан сөйлеп тұрған рух, Алланың жазуы солай, ол шексіз құдіретімен қалағанын жаратады. Ол бір істің, бір нәрсенің болуын үкім қылса, оған тек бол дейді.
сонда ол бірден бола қалады деп айтты. Алла оған кітап пен хикметті, Тәуратты және Інжілді үйретті, һәм оны Исраил ұрпақтарына елші етіп жіберді. Сонда ол қауымына: «Шүбәсіз мен сендерге Раббыларыңның тарапынан хақ пайғамбар екенімді көрсететін айдан анық белгілермен, мұғжизамен келдім. Мен сендерге батпақтан құстың бейнесіне ұқсас мүсін жасаймын да, содан соң оның ішіне үрлеймін. Сонда ол Алланың қалауымен бірден тірі құсқа айналады. Сондай-ақ Алланың рұқсатымен тумысынан көрсоқыр болғанмен, алапесті құлан таза айықтырамын. Өлілерді тірілтемін, және де үйлеріңде не ішіп жеп отырғандарыңды, не жиып жүргендеріңді өздеріңе айтып берем. Егер шынымен мүмін болсаңдар, шүбәсіз бұлардың бәріне сендерге менің хақ пайғамбар екенімді көрсететін айқын дәлелдер бар. Сондай-ақ мен алдымдағы Тәуратты растаушы ретінде, әрі бұрынырақта сендерге харам қылынған нәрселердің кейбірін адал ету үшін келдім. Шүбәсіз мен сендерге құр қол келмедім. Раббыларың тарапынан өзімнің хақ пайғамбар екенімді көрсететін айдан анық дәлелмен, мұғжизамен келдім. Ендеше Аллаға қарсы келіп, асы болудан барынша сақтаныңдар, әрі маған толық бағыныңдар. Шүбәсіз Алла менің де, сендердің де Раббыларың. Олай болса, оған қалтқысыз құлшылық етіңдер. Нағыз тура жол, міне осы деп айтады. Иса олардың шектен шыққан күпірлігін, тіпті өзіне қарсы қастандық ойлағанын сезгенде: «Аллаға барар жолда маған қолдау көрсететін кім бар?» деп жарияға жар салды. Сол кезде хауарилер: «Біз бармыз, біз Алланың ақ жолының қолдаушыларымыз» дегеннен кейін: «Біз бір Аллаға иман келтірдік. Уа Иса, біздің Аллаға толық мойынсұнған мұсылман екенімізге сен де куә бол» деп айтады. Сондай-ақ олар: «Уа Раббымыз, түсірген кітабыңа иман келтірдік, және елшіңнің соңынан ердік. Бізді өзің түсірген кітаптың, жіберген елшіңнің хақ екендігіне куә болушылардың қатарына жазғайсың» деп жалбарынды. Олар, яғни күпірлікте табандаған жебірейлер, Исаға қастық ойлап, тұзақ құрды. Алла тағала болса, өз қалауын жүзеге асырды, яғни олардың құрған тұзақтарын зая кетіріп, тиісті сазайларын берді. Алла түбінде өз дегенін болдырып, мүмін құлдарына қарсы тұзақ құрғандарды өздері құрған тұзаққа түсіруші. Сол кезде Алла: «Уа Иса, сенің пайғамбарлық міндетің аяқталды. Енді сені бақиға жеткіземін, сені өз дәргейіме көтеріп әкетемін, һәм күпірлік қылғандардан құтқарып, кінәсіз, пәк екеніңді паш етемін. Сондай-ақ қиямет қайымға дейін соңыңнан ергендердің мерейін күпірлікте табандағандардан үстем етемін. Содан кейін бәрің маған қайтасыңдар. Сонда пәниде бір-біріңмен таласып тартысқан мәселелеріңе қатысты өзім билік айтып, үкім шығарамын» деп айтты. Ал күпірлік қылғандарға келсек, оларды дүниеде һәм ақиретте ауыр азаппен жазалаймын. Сонда олардың азаптан қағатын бірде-бір жанашыр медеткері болмайды. Ал иман етіп, игілікті істер істегендер болса, Алла олардың қарымын толық қайтарады. Алла айдан анық аяттарын жоққа шығарып, күпірлік қылған һәм өзіне серік қосқан залымдарды жақсы көрмейді. Уа Мұхаммед, міне осынау ақиқаттарды саған аяттардан және хикметке толы Құраннан оқып берудеміз. Шынында Алланың алдында дүниеге келу тұрғысынан Исаның мысалы адамға ұқсайды. Алла оны ер мен әйелдің қатысынсыз
топырақтан жаратты. Содан кейін оған рух үрлеп, бол дегенде бірден бола қалды. Ақиқат тек қана Раббыңнан келеді. Ендеше бұл мәселеде титтей де күмән келтіруші болма. Өзіңе осынау хақ ілім жеткеннен кейін, кім сенімен Иса жайлы сөз таластыратын болса, ондайларға: қане келіңдер, біз өз балаларымызды, сендер өз балаларыңды, біз өз әйелдерімізді, сендер де өз әйелдеріңді, сондай-ақ біз өзімізді, сендер де өздеріңді бір жерге шақырайық. Содан кейін бәріміз бір ауыздан, сондай-ақ біз өзімізді, сендер де өздеріңді бір жерге шақырайық. Содан кейін бәріміз бір ауыздан шын көңілден Аллаға жалбарынайық. Сөйтіп, Алланың лағнеті өтірікші кәззаптарға жаусын деп қарғыс айтайық де. Міне, Исаға қатысты ақиқат осы: Алладан басқа тәңір жоқ. Шүбәсіз Алла азиз, ұлық, бәрінен үстем, һәм хаким, әр ісі мен әрбір үкімі хикметтерге толы болған асқан даналық иесі. Егер ол ақиқатты мойындамай сырт айналып кете барса, шүбәсіз Алла ондай бүлікшіл бұзғындарды жақсы біледі. Уа Мұхаммед, оларға: уа кітап иелері, қане бізге де сендерге де ортақ болған арамыздағы мына сөзге келейік. Алладан басқа ешкімге табынбайық, және оған ешкімді һәм еш нәрсені серік етіп қоспайық. Сондай-ақ Алланы ұмытып, бірімізді біріміз тәңір тұтпайық деп айт. Егер олар бұл үндеуге құлақ аспай сырт айналып кете барса, онда ендеше куә болыңдар: шүбәсіз біз Аллаға лайықты түрде мойын сұнған мұсылманбыз деп айтыңдар. Уа кітап иелері, сендер неліктен Ибрахим пайғамбар жайында ол жебрей еді, немесе христиан еді деп дауласасыңдар? Өздерің де білетіндей, Тәурат та, Інжіл де одан кейін түсірілген. Сәл де болса ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Мақұл, өздерің азды көпті білетін мәселе Иса хақында дауластыңдар делік. Ал енді өздерің жарытып білмейтін мәселе Ибрахим жайында неге сөз таластырасыңдар? Анығында ақиқатты Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Шынында Ибрахим жебрей де, христиан да болған емес. Ол жалған сенімдерден іргесін аулақ салып, бір Аллаға ғана сыйынып, мойын сұнған шынайы мұсылман еді. Сондай-ақ ол мүшріктерден де емес еді. Шынында адамдар арасында Ибрахимге ең жақын болғандар оның соңынан ергендер. Мына аса қадірлі пайғамбар және маңайындағы иман келтіргендер. Алла мүміндердің жанашыр досы. Кітап иелерінің арасындағы бір топ сендерді ақиқаттан адастырып, тура жолдан тайдырғысы келеді. Шынтуайтында олар өз-өздерін ғана адастыруда, һәм соның парқына да бармауда. Уа кітап иелері, қолдарыңдағы кітаптан хақ екенін көре тұра, неліктен Алланың аяттарын жасырасыңдар, һәм мойындамай күпірлік қыласыңдар? Уа кітап иелері, неліктен біліп тұрып ақиқат пен жалғанды араластырасыңдар, және ақиқатты жасырасыңдар? Кітап иелерінен, жебрейлерден бір топ бір-біріне, иман еткендерге түсірілген кітапқа, таңертең сырттай болса да иман келтіріңдер, және кешке қарай күпірліктеріңді паш етіңдер. Бәлкім сонда олар күмәнға бой алдырып, қайтадан бұрынғы діндеріне қайтар. Сондай-ақ, діндеріңді ұстаған адамнан өзге жанға әсте иланбаңдар десті. Уа Мұхаммед, шүбәсіз нағыз тура жол Алланың жолы деп айт. Сондай-ақ олар бір-біріне, сендерге берілген уахидың басқа біреуге де берілгендігіне, немесе Раббыларыңның алдында мұсылмандардың сендерге қарсы дәлелді уәж айтып дауласатынына, тіпті сендерді тұқыртып сөзбен жығатынына сенбеңдер деседі. Оларға
Шүбәсіз бар жақсылық бір Алланың қолында, оны қалағанына нәсіп етеді. Алла жаратылыс атаулының бәрін шексіз шарапатына бөлеуші, құлдарына кеңшілік жасаушы, һәм кімнің не нәрсеге лайықты екенін бәрінен де жақсы білетін шексіз ілім иесі. Өзінің мейірімін һәм уақи, пайғамбарлық сынды ерекше нығметті қалаған құлына ғана арнайы нәсіп етеді. Алла зор жақсылық, шексіз шарапат иесі деп айт. Кітап иелерінің арасында мол қазына мүлікті аманат етіп тапсырсаң, оны өзіңе толық қайтарып беретіндер бар. Сондай-ақ, бір динардың өзін аманат етіп тапсырсаң, қыр соңыңнан қалмай қадалып қайта-қайта сұрамайынша, оны өзіңе қайтармайтындар да бар. Мұның себебі, олардың надандарға, яғни кітап иелерінен өзгелерге не істесек те, күнә арқаламаймыз деп айтуы. Олар біліп тұрып, Аллаға өтірік таңады. Яғни, Алла тағала бізбен ниеттес болмағандарға қиянаттың қай түрін болмасын істеуге рұқсат етті деп өтірік айтады. Жоқ, олай емес. Кім, кімге болсын, берген уәдесінде тұрса, және қай мәселеде болмасын, Аллаға қарсы келіп, асы болудан сақтанса, біліп қойыңдар. Алла тақуа құлдарын жақсы көреді. Аллаға берген уәделерін және ішкен ант суларын арзан бағаға сатып, болмашы пайда үшін бұзғандардың сауап тұрғысынан ақиретте алар ешбір нәсібі жоқ. Қиямет күні Алла тағала олармен мүлдем тілдеспейді. Оларға көз қиығын да салмайды, және күнәларынан арылтпайды да. Олар үшін о дүниеде жан төзгісіз азап бар. Олардың, жебірейлердің ішіндегі бір топ, кітапта жоқ нәрсені бар екен деп ойлап қалуларың үшін, Тәуратты оқығанда тілдерін шайнап, кей сөздерді бұрмалап оқиды. Һәм бұл Алладан келген уахи дейді. Асылында ол Алладан келген уахи емес. Олар біліп тұрып Аллаға өтірік таңады. Алла қандайда бір адамға кітап, билік, дұрыс үкім шығара білу қабілетімен даналық және пайғамбарлық берген болса, содан кейін оның ел жұртқа Аллаға емес, маған құл болыңдар деп айтуы мүмкін емес. Керісінше, ол ел жұртқа өзгелерге үйретіп, өздеріңде зерделеп оқып жүрген осынау кітаптың арқасында Раббани, яғни Алланың шынайы һәм ықыласты құлдары болыңдар деп айтады. Сондай-ақ ол сендерге періштелер мен пайғамбарларды тәңір тұтыңдар деп те бұйырмайды. Сендер Аллаға толық мойынсұнып мұсылман болғаннан кейін, пайғамбарларың сендерге кәпір болыңдар деп бұйырады ма? Бұл ақылға сыймайды. Уа кітап иелері, Алла тағала кезінде бүкіл пайғамбарларға, сендерге кітап һәм хикмет бердім. Ендеше өздеріңнен кейін қолдарыңдағы кітапты растаушы пайғамбар келсе, онда оған міндетті түрде иман келтіріп, қолдау көрсетесіңдер деп олардан уәде алған еді. Алла пайғамбарларға, мұны қабылдайсыңдар ма? Осынау ауыр тапсырмамды қалтқысыз орындауды мойындарыңа аласыңдар ма дегенде олар, қабылдаймыз, мойнымызға аламыз деп жауап берді. Сонда Алла, ендеше бұл сөздеріңе өздерің куә болыңдар, һәм қауымдарыңда куә болсын, мен де сендер сияқты куә боламын деп айтты. Ал енді кім, бұдан кейін уәдесінен тайып сырт айналса, міне солар діннен безген күнәһарлар. Жоқ, әлде күллі аспан әлеміндегі және жердегі жаратылыс атаулының бәрі ерікті һәм еріксіз түрде Аллаға тәслім болып, бірінен кейін бірі оған қайтарылып жатқанда, олар Алланың дінінен басқа дін іздеуде ме? Оларға, біз Аллаға иман келтірдік, бізге түсірілген уахиге, және Ибрахимге, Исмайылға, Исхаққа, Яқубқа
һәм оның нәсілінен шыққан пайғамбарларға түсірілген, сондай-ақ Мұса мен Исаға берілген, және барлық пайғамбарларға Раббыларынан түскен иләһи кітаптарға иман келтірдік. Иман ету мәселесінде олардың ешбірін бөліп жармаймыз. Біз бір Аллаға ғана мойынсұнған мұсылманбыз деп айт. Кім исламнан басқа бір дін іздесе, біліп қойсын. Ол дін әсте қабыл болмайды. Сөйтіп ол ақиретте зиян шегетіндердің қатарында болады. Иман келтіріп, пайғамбардың хақ екеніне куә болғаннан соң, сондай-ақ айдан анық дәлелдер, мұғжизалар келгеннен кейін, көпірлік қылған қауымды Алла тура жолға қалай салмақ? Алла көпірлікте табандап өз-өзіне қиянат жасаған залым қауымды әсте тура жолға салмайды. Олардың сазайы Алланың, періштелердің және күллі адамзаттың қарғысына ұшырау. Олар мәңгі бақи сол лағнеттің астында қалады. Олардың азабы әсте жеңілдетілмейді, һәм оларға ешкім көз қиығында салмайды. Яғни, рахым назарын салмайды. Алайда содан кейін тәубе етіп, күпірлік пен күнә атаулыдан толық арылып түзелгендердің жөні бөлек. Шүбәсіз, Алла өте кешірімді, тәубеге келіп, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Ал иман келтіргеннен кейін, күпірлік қылғандардың һәм күпірлікте табандап, одан сайын азғындыққа салынғандардың тәубесі қабыл болмайды. Олар нағыз адасқандар. Шүбәсіз, өмірінің соңына дейін күпірлікте табандап, сол күйі кәпір болып өлгендердің әрбірі азаптан құтылу үшін жер беті толы алтын берсе де, олардың ешбірінен ондай төлем қабыл болмайды. Міне, соларға жан төзгісіз азап бар, һәм оларға қол ұшын беретін медеткер де болмайды. Жақсы көрген мал дүниелеріңнен Алла жолында жұмсамайынша, ізгілік пен кемелдікке қол жеткізе алмайсыңдар. Сондай-ақ қайыр садақа ретінде не берсеңдер де, Алла оны сөзсіз біледі. Тәурат түсірілмей тұрып, Исраилдің, яғни Яқуб пайғамбардың өз-өзіне харам еткенінен өзге, Құранда адал етілген ішіп-жем атаулының барлығы Исраил ұрпақтарына адал болған. Ендеше оларға, Тәуратта мансұқ аяттар жоқ деген сөздерің рас болса, онда Тәуратты әкеліңдер де оқыңдар деп айт. Ал енді бұдан былай кім өз ойынан өтірік айтып, соны Аллаға телейтін болса, міне солар Алланың алдында асы болып, өз-өздеріне қиянат жасаған нағыз залымдар. Уа Мұхаммед, оларға Алланың айтқаны рас. Ендеше жалған сенімдерден арылып, пәк жүрек таза ниетпен бір Аллаға ғана иман еткен күйде Ибрахимнің хақ дініне кіріңдер. Өздерің де жақсы білетіндей, ол мүшріктердің қатарында емес еді деп айтқын. Шүбәсіз, жер бетінде адамдар үшін құлшылық орны ретінде ең алғаш салынған үй Меккедегі Қағба. Ол құт берекенің қайнар көзі, күллі адамзатты тура жолға бастаушы һәм бет бұратын құбыла. Онда оның қасиеттілігін көрсететін айқын белгілер мен дәлелдер, соның ішінде Ибрахимнің құлшылық еткен орны бар. Кім Алланың үйіне кірсе, қауіп қатерден аман болады. Алланың үйін зиярат етуге шамасы жететін әрбір адам үшін қажылыққа бару, оның мойнындағы Алланың ақысы. Ал кім күпірлік қылып, қажылықты жоққа шығарса, немесе жағдайы болып, шамасы жетіп тұрып, қажылық парызын өтемесе, біліп қойыңдар. Алла ешкімге мұқтаж емес, ешкімнің қажылығына да, басқа құлшылығына да зәру емес. Керісінше бүкіл ғалам оған мұқтаж. Оларға, әй кітап иелері, Алла не істеп не қойып жүргендеріңе толық
куә болып тұрғанда, неліктен Алланың аяттарын жоққа шығарып, күпірлік қыласыңдар деп айт. Сондай-ақ оларға, уа кітап иелері, өздерің ақиқатқа куә бола тұра, неліктен Алланың тура жолын қисық, теріс етіп көрсетуге тырысып, иман еткендерді Алланың хақ жолынан қақпайлайсыңдар. Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнен бейхабар емес деп айт. Уа иман еткендер, егер кітап иелерінің бір тобырының айдағанына жүріп, айтқанына көнетін болсаңдар, онда біліп қойыңдар. Олар сендерді иман келтіргеннен кейін кері кетіріп, діннен бездіріп кәпір қылады. Көз алдарыңда Алланың аяттары оқылып жатқанда, һәм араларыңда Алла елшісі жүргенде қалай ғана діннен безіп, күпірлік қыласыңдар. Кім Аллаға шын көңілден берілсе, шүбәсіз тура жолға түскені. Уа иман еткендер, Аллаға қарсы келуден тиісінше сақтаныңдар. Һәм өмір бойы бір Аллаға мойын сұнып, ажалдарың келгенде де, кәміл мұсылман болып қана жан тапсырыңдар, басқаша өлмеңдер. Барлығыңда Алланың желісіне, дініне мықтап жармасыңдар және өзара бөлінбеңдер. Сондай-ақ, Алланың өздеріңе үйіп төгіп берген нығметін естеріңе алыңдар. Кезінде біріңе-бірің бітіспес дұшпан едіңдер, ал бүгін Алла тағала жүректеріңді жарастырды. Сөйтіп, оның иман, хақ дін ислам сынды баға жетпес нығметінің арқасында біріңе-бірің бауыр болдыңдар. Сондай-ақ кезінде сендер тозақ шыңырауының шетінде тұрған едіңдер. Алайда Алла сендерді одан сақтады. Сендер тура жолға түссін деп, Алла өзінің аяттарын міне осылайша ашық баяндайды. Уа мүміндер, араларыңда ел жұртты ізгілікке шақырып, жақсылықты бұйыратын һәм жамандықтан тиятын бір қауым болсын. Міне солар екі дүниеде де азаптан құтылып, мақсат мұратына жеткендер. Өздеріне ақиқатты көрсететін айдан анық дәлелдер келгеннен кейін, алауыздықтың кесірінен жік-жікке бөлініп, сан түрлі теріс жолдарға түсіп кеткендер сияқты болмаңдар. Олар үшін алапат азап бар. Күндердің күнінде бір шама жүздер ағарып, бір шамасы қара қошқыл тартады. Сонда жүздері қарайғандарға, иманға келгеннен кейін күпірлік қылдыңдар, солай ма? Ендеше, күпірлік қылғандарың үшін мына азапты тартыңдар делінеді. Ал жүздері ағарғандар Алланың шексіз мейіріміне бөленіп, жұмаққа кіреді. Олар онда мәңгі бақи қалады. Міне бұлар Алланың аяттары. Біз оларды саған титтейді күмән араластырмай, ақиқаттың нақ өзі ретінде оқып берудеміз. Алла бірде-бір жаратылысқа, ешбір жанға қиянат жасауды қаламайды. Күллі аспан әлемі мен жердегінің бәрі бір Аллаға тиесілі. Сондай-ақ, барлық істер нәтижеде Алланың алдына барады. Сөйтіп ол қай іске қандай үкім шығарса, сол болады. Уа Мұхаммедтің үмбеті! Сендер Раббыларыңның қалауымен күллі адамзаттың игілігі үшін жарыққа шығарылған, жаралған, ең қайырлы үмбетсіңдер. Үнемі жақсылыққа шақырып, жамандықтан тиясыңдар. Аллаға кәміл сенесіңдер. Егер кітап иелері де сендер секілді иман келтірсе, шүбәсіз өздері үшін жақсы болар еді. Шүбәсіз олардың арасында да шынайы мүміндер бар. Алайда басым көпшілігі хақ діннен безген күнәһарлар. Олар тіл тигізіп, ренжіткені болмаса, сендерге ешбір зиян келтіре алмайды. Егер сендермен соғысатын болса, жондарын көрсетіп қашады. Содан соң олар ешкімнен қолдау таппайды. Олар пешенелеріне қорлық мөрі басылғандықтан
қай жерде жүрсе де қорлықтан көз ашпайды. Тек Алла тарапынан қорғауға алынғандарының және мүміндердің қорғауында болғандарының жөні бөлек. Сондай-ақ олар Алланың қаһарына ұшырап, маңдайларына бейшаралық мөрі басылды. Өйткені олар Алланың аяттарын жоққа шығарып, күпірлік қылатын және пайғамбарларды нақақтан-нақақ өлтіретін еді. Себебі олар асылық қылып, шектен шығумен болған еді. Әйтсе де олардың бәрі бірдей емес. Кітап иелерінің арасында да өздерің секілді иман етіп тура жолға түскен қауым бар. Олар түнімен Алланың аяттарын оқып, сәждеге жығылады. Олар Аллаға һәм ақирет күніне кәміл сенеді, һәм ел жұртты жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюға тырысады. Сондай-ақ қайырлы, игілікті істерде бір-бірімен жарысады. Міне солар ізгі жандардың қатарында. Олар қандай жақсылық істесе де, Алланың құзырында еңбектері еш кетпейді. Алла өзіне қарсы келуден барынша сақтанған, өзін лайықты түрде ұлықтайтын тақуа жандарды жақсы біледі. Күпірлік қылғандардың мал-мүліктері мен бала-шағалары Алланың алдында оларға титтей де пайда бермейді. Олар тозақтықтар, олар сонда мәңгі бақи қалады. Олардың бұл дүниеде ел жұртқа көз қылып жұмсаған мал-пұлдарының мысалы өз-өздеріне қиянат жасап, күнәға батқан қауымның егістігіне тиіп, ойрандап кеткен ызғарлы дүлей дауыл сияқты. Алла оларға зұлымдық жасамады. Керісінше, олар күнәға батып, өз-өздеріне қиянат жасады. Уа иман еткендер, мүміндерден өзгені сырлас дос тұтпаңдар. Өйткені қаскөй кәпірлер сендерге жамандық жасау үшін қолдарынан келгенін аямайды. Сондай-ақ олар сендердің қиындық пен қасіреттен көз ашпағандарыңды қалайды. Көрмейсіңдер ме? Сендерге деген дұшпандықтары ауыздарынан төгілуде, ал іштеріне бүккен қастығы одан бетер. Егер ақылға салып ойланып, тиісінше әрекет ететін болсаңдар, сендерге айдан анық ақиқаттарды ашық баяндаудамыз. Сендер жүректерің таза, көңілдерің пәк болғандықтан оларды дос тұтып жақсы көресіңдер. Алайда олар сендерді жақсы көрмейді. Сондай-ақ сендер иләһи кітаптардың барлығына кәміл сенесіңдер. Олар болса, сендермен жолыққанда иман келтірдік деп айтады. Ал өздері оңаша қалғанда сендерге деген ыза кектен бармақтарын шайнап, тістерін қайрайды. Оларға сол ыза кектеріңе булығып өліңдер деп айт. Шүбәсіз Алла көкіректердегі сырлардың бәрін біледі. Егер сендер қандай да бір игілікке кенелсеңдер, бұл олардың көңіліне қаяу түсіреді. Ал бастарыңа қандай да бір жамандық келсе, онда олар мәз болып қуанады. Егер сабырлылық танытсаңдар, және хақ жолдан ауытқымай, тақуалық шеңберінен шықпай әрекет ететін болсаңдар, олардың қулық сұмдығы мен құрған тұзақтарының сендерге ешқандай да зияны тимейді. Шүбәсіз, Алла олардың істеп жүрген істеріне шексіз ілімі һәм құдіретімен құрсау салушы. Уа Мұхаммед, сен бір күні таң сәріден үй ішіңді қалдырып, мүміндерді шайқасқа бекінетін жерлеріне орналастыру үшін Ұхуд тауына қарай шыққан едің. Алла бәрін естуші, бәрін білетін шексіз ілім иесі. Міне сол кезде араларыңнан екі бірдей жасақ жігерсіздік танытып кері шегінуге бел буған еді. Олардың қорғаны һәм медеткері Алла еді. Алайда олар соған қарамастан жігерсіздік танытты. Мүміндер қандай жағдайда болмасын үнемі бір Аллаға тәуекел етулері керек. Шүбәсіз, ол сендерге кәпірлермен салыстырғанда өте аз әрі тым қауқарсыз болған кездеріңде Бәдірде қолдау көрсетіп, жеңіске жеткізген еді. Ендеше Аллаға қарсы келуден барынша сақтанып, тақуалық шеңберінен шықпаңдар. Сонда оған тиісінше шүкірлік еткен боласыңдар. Уа Мұхаммед, сол кезде оларға Раббыларың сендерге көктен түсірілетін 3000 періштемен жәрдем беріп,
қолдаса жетпей ме деген едің? Әрине жетеді. Егер сабырлылық танытсаңдар, һәм Аллаға қарсы келуден сақтансаңдар, дұшпандарың дәл қазір тұтқиылдан шабуыл жасайтын болса, Раббыларың жауынгерлік нышаны бар 5000 періштемен сендерге жәрдем береді. Алла бұл жәрдемді сендерге тек сүйінші ретінде, һәм сол арқылы жүректерің орнықсын деп көрсеткен еді. Жәрдем мен жеңіс азиз, ұлы, бәрінен үстем, әрі хаким, әрісімен әрбір үкімінде талай хикмет болған асқан даналық иесі Алладан ғана келеді. Сондай-ақ Алла бұл жәрдемді бірсыпыра кәпірді өлтіріп, енді бірсыпырасын тұтқынға түсіру арқылы күпірлік қылғандардың бір тобын жою мақсатында, ал қалғандары түңіліп, сорлап қайтсын деп көрсетті. Уа Мұхаммед, мұның бәрін істеген Алла. Сенің бұл іске еш қатысың да, ықпалың да жоқ. Алла қаласа оларды тәубеге, иманға келтіріп, күнәләрін кешіреді, қаласа оларды күпірлікте табандаған залымдар ретінде азаптайды. Күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі жаратылыс атаулының бәрі бір Аллаға тиесілі. Ол қалағанын жарылқап кешіреді, қалағанын азаптайды. Алайда Алла құлдары қанша жерден күнәға батса да, тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Әсіресе тәубе етіп, өзіне бет бұрған құлдарына ерекше мейірімді. Уа иман еткендер, пайызды еселеген үстіне еселеп өсім жемеңдер, Аллаға қарсы келуден сақтаныңдар. Сонда екі дүниеде де азаптан құтылып, мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. Сондай-ақ кәпірлер үшін әзірленген тозақ отынан иманға келіп, игілікті істер жасау арқылы сақтаныңдар. Аллаға һәм Расулына бағыныңдар. Сонда екі дүниеде де мейірімге бөленесіңдер. Раббыларыңның жарылқауына һәм шынайы тақуалар үшін әзірленген кеңдігі 7 қат аспан мен жердей болған жұмаққа асыға ұмтылыңдар. Нағыз тақуалар кеңшілікте де, таршылықта да Алла жолында садақа бергендер. Ашу қысқанда өзін ашуландырған адамның сазайын беруге шамасы жете тұрып, ашуын жеңе білгендер, һәм адамдарға кешірімді болғандар. Шүбәсіз Алла міне осындай ізгі жандарды жақсы көреді. Сондай-ақ олар жағымсыз іс істегендерінде немесе күнәға батып, өз-өздеріне қиянат жасағандарында бірден Алланы еске алып, күнәлары үшін кешірім сұрайды. Күнәларды Алладан басқа кім кешіре алады дейсің? Сондай-ақ олар біліп тұрып, бір істеген күнәні қайта-қайта істемейді. Олардың алатын сыйы, қарымы, Раббыларының жарылқауы мен жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағатын жәннат бақшалары болмақ. Олар сонда мәңгі бақи қалып, бақытты ғұмыр кешеді. Діннен үйреніп білгенін іске асырып, игілікті істер істегендердің алар сыйы неткен ғажап десеңші. Сендерден бұрын қаншама ғибратқа толы оқиғалар, қаншама шариғаттар өтті. Олай болса жер бетін шарлап, Алланың хақ діні мен пайғамбарларын жалғанға шығарғандардың ақыры не болғанын өз көздеріңмен көріңдер. Міне бұл, яғни тарихта орын алған ғибратқа толы оқиғалар адамдарға ақиқатты ашық баяндау және тақуа жандар үшін тура жолды көрсету һәм уағыз насихат. Уа мүміндер, ұнжырғаларың түсіп, жасымаңдар, қайғы мұңға салынбаңдар. Егер шын мүмін болсаңдар, шүбәсіз сендер үстемсіңдер. Егер сендер Ухудта жараланған болсаңдар, сендерге қарсы соғысқан қауым да Бәдірде дәл солай жараланды. Міне біз ондай жеңісті күндерді
Алла шынайы мүміндерді анықтасын, сондай-ақ араларынан иман ақиқаттарына куә болатын бір қатар куәгерлер немесе шейіттер таңдап алсын деп адамдар арасында алма кезек ауыстырып тұрамыз. Шүбәсіз, Алла күпірлікте табандап, күнәға батып, өз-өзіне қиянат жасаған залымдарды жақсы көрмейді. Сондай-ақ, Алла иман еткендерді күнәларынан тазартсын, һәм кәпірлерді бірте-бірте түп тамырмен жойып жіберсін деп, ондай жеңісті күндерді адамдар арасында алма кезек ауыстырып тұрамыз. Алла араларыңдағы хақ жолда күресіп жүргендер мен сабырлы жандарды анықтап, өзгелерден ажыратып алмайынша, бірден жаппай жұмаққа кіреміз деп ойладыңдар ма? Сендер өліммен бетпе-бет келмей тұрып, шейіт болып өлуді тілейтін едіңдер. Міне енді ол алдарыңда, алайда сендер бұрын соңды шейіттікті аңсамағандай құр қарап тұрсыңдар. Мұхаммед ақиқат жаршысы ретінде жіберілген елші ғана. Одан бұрында талай елшілер келген. Егер ол ажалы жетіп, көз жұмса, немесе өлтірілсе, сендер кері кетіп, діннен шығасыңдар ма? Кімде-кім кері кетіп діннен шықса, онысымен Аллаға мысқалдай да зиянын тигізе алмайды. Алла тура жолда жүрудің қадірін түсініп, шүкірлік білдірушілерді жақында мол сый-сияпатқа бөлейді. Ешбір жан Алланың қалауынсыз, о бастан жазылып қойған ажалы жетпейінше өлмейді. Кімде-кім дүниенің сауабын қаласа, одан өзіне тиесілі сыбағасын береміз. Ал кім ақирет сауабын қаласа, оған да өз сыбағасын береміз. Шүкірлік білдірушілерді жақында міндетті түрде сый-сияпатқа бөлейміз. Қаншама пайғамбар өтті. Олармен бірге өздерін хақ жолына атаған көптеген құдайшыл тақуа жандар Алла жолында ақиқат үшін соғысты. Олар Алла жолында бастарына келген ауыртпалықтарға еш мойымады, жасымады, және жау алдында тізе бүкпеді. Алла сондай сабырлы жандарды жақсы көреді. Олар дұшпанмен бетпе-бет келгенде бар болғаны: «Уа Раббымыз, күнәларымызды және міндетімізді орындауда һәм басқа да істерімізде артық кеткен жеріміз болса кешіре көр. Бізді жау алдында табанды қылғайсың, һәм бізге кәпірлер қауымына қарсы жәрдем беріп, жеңіске жеткізгейсің» деп жалбарынған еді. Сол үшін Алла оларға дүниенің сауабын, игілігін һәм ақиреттің сондай керемет сауабын, жұмақты нәсіп етті. Алла тағала ондай ізгі жандарды жақсы көреді. Уа иман еткендер, егер күпірлік қылғандардың айтқанымен жүретін болсаңдар, сендерді кері кетіріп діннен шығарады. Нәтижеде дүниеде де, ақиретте де зиянға ұшырайсыңдар. Керісінше сендердің иелерің Алла, ол ең жақсы медеткер. Алла тағала Құдай екендіктері хақында ешбір дәлел түсірмеген нәрселерді, пұттарды оған серік етіп қосқандары үшін күпірлік қылғандардың жүрегіне үрей саламыз. Олардың мәңгілік тұрағы жалынатқан жаһаннам. Күпірлікте табандап, Аллаға серік қосып, өз-өздеріне қиянат жасаған залымдардың тұрағы қандай жаман. Алла сендерге берген уәдесін орындады. Оның қалауымен дұшпанды қынадай қырған едіңдер. Алайда жан тәндеріңмен қалаған жеңісті сендерге осылайша көрсеткеннен кейін олжаға қызығып, босаңсып қалдыңдар. Һәмде орындарыңнан тапжылмаңдар деген қатаң бұйрық төңірегінде дауласып, ақыры Алла елшісінің бұйрығын орындамадыңдар. Араларыңда дүниені қалайтындар бар еді. Сондай-ақ ақиретті қалайтындар да болды. Сондықтан да Алла сендерді сынап көру үшін өздерің біраз жерге дейін тықсырып келген жаудан қашуға мәжбүр етті.
Соған қарамастан сендерді кешірді. Алла мүміндерге үнемі жақсылық жасаушы, шексіз шарапат иесі. Сонда сендер, ешкімге бұрылып қарамастан, бас сауғалап қашқан беттеріңде майдан даласынан ұзап кете бардыңдар. Сол кезде Алла елшісі арттарыңнан дауыстап шақырумен болған еді. Міне, осынау қилы сәтте, уыстарыңнан шығарып алған олжаға және бастарыңа келген ауыртпалықтарға бола қапаланбас үшін, Алла сендерді мұң үстіне мұңға батырды. Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар. Содан кейін, істеріңе өкінген бойда кері қайтып, тауды паналаған Алла елшісінің маңайына жиналдыңдар. Алла бастарыңа түсірген мұнша мұң мен ауыртпалықтың артынан бойларыңды билеген қорқынышты сейілтіп, жан тыныштығына бөледі. Сөйтіп, араларыңдағы шынайы мүміндер тобын жеңіл ұйқы басты. Ал енді бір топ мұнафықтар қара басының қамын жеп, Алла хақында жахилият дәуіріне тән шындыққа жанаспайтын небір ойлардың шырмауына түсті. Олар, бұл қол басшылық ісінде біздің қандай да бір ықпалымыз бар ма өзі дейді. Оларға бар билік бір Алланың қолында деп айт. Негізінде олар саған ашып айтпайтын нәрселерін іштерінде сақтауда. Сондай-ақ өзара қолбасшылық ісі біздің қолымызда болғанда, дәл осы арада қырғынға ұшырамас едік деседі. Оларға, тіпті үйлеріңде отырсаңдар да, араларыңдағы дәм тұзы таусылып, ажалы жеткендер өлетін жерлеріне қарай бет алар еді деп айт. Алла көкіректеріңдегіні ниет пиғылдарың мен басқа да сезімдеріңді сынап, жүректеріңдегі иманды әр алуан уәсуәса мен күмән атаулыдан арылту үшін бастарыңа осындай ауыртпалық түсірді. Алла құлдарының көкірегіндегі бар сырды біледі. Шынтуайтында екі қол Ухудта бетпе-бет келген күні араларыңнан жонын беріп алды-артына қарамай қашқандардың істеген бір қатар күнәлары себепті шайтан олардың аяқтарынан шалып сүріндірмек болды. Соған қарамастан Алла оларды ескеріп кешірді. Шүбәсіз, Алла өте кешірімді. Құлдары қанша жерден қателікке ұрынса да, бірден жазаламайтын өте сабырлы. Уа иман еткендер, өздері кәпір болып тұрып, Алла жолында жорыққа шығып немесе соғысып шейіт болған туыстары, руластары немесе отандастары болған бауырлары жайлы, егер олар біздің қасымызда болғанда, өлмес те еді, жау қолынан қаза таппас та еді деп айтқан кәпірлер сияқты болмаңдар. Алла мұны олардың жүрегін қасірет жайласын деп істеуде. Жан бітіріп, өмір сыйлайтын да, өмірді қиятын да бір Алла. Алла не істеп, не қойып жүргендеріңді толық көруде. Егер Алла жолында өлтірілсеңдер, яки өлсеңдер біліп қойыңдар, Алланың кеңшілігі мен рахмы олардың, кәпірлердің тірі жүріп, өмір бойы жиған терген дүниелерінен әлде қайда қайырлы. Өздерің өлсеңдер де, өлтірілсеңдер де, сөзсіз Алланың алдына жиналасыңдар. Уа Мұхаммед, сен сондай қиын шақта Алланың рахымының арқасында ғана айналаңдағы адамдарға жұмсақ, биязы бола білдің. Егер дөрекі тас жүрек болғаныңда, маңайыңдағылардың бәрі сенен безіп, жан-жаққа тарап кетер еді. Ендеше, оларға кешіріммен қара, һәм олар үшін кешірім тіле. Сондай-ақ, олармен әр істе кеңесіп отыр. Егер қандай да бір іске бел бусаң, бір Аллаға тәуекел ет. Шүбәсіз, Алла тәуекелшіл құлдарын жақсы көреді. Егер Алла сендерге жәрдем берсе, сендерді ешкім де жеңе алмайды. Ал егер қол ұшын бермей жалғыз қалдырса, содан кейін сендерге жәрдем беретін кім бар? Ендеше, шынайы мүміндер
бір Аллаға ғана арқа сүйеп, тәуекел етсін. Ешбір пайғамбар олжаға қол сұғып, аманатқа қиянат жасамайды. Кімде-кім аманатқа қиянат жасаса, яғни олжаға немесе халыққа тиесілі ортақ дүниеге қол сұғатын болса, қиямет күні Алланың алдында сол ұрлаған нәрсесін арқалаған күйде келеді. Содан кейін әрбір жанға дүниеде істеген істерінің қарымы толық қайтарылады. Сондай-ақ, олардың ешбірі әділетсіздікке ұшырамайды, яғни сауаптары кемітілмейді, һәм күнәләрінің жазасы орынсыз еселенбейді. Алланың разылығын көздеген адам мен Алланың қаһарына ұшыраған әрі ақыр соңында паналайтын жері жаһаннам болған адам тең бе? Ол қандай жаман ақырғы тұрақ, қандай жаман барар жер. Олардың, яғни адамдардың Алла алдындағы дәрежелері әрқилы. Алла олардың не істеп, не қойып жүргенін толық көруде. Расында, Алла мүміндерге өз араларынан бір пайғамбар жіберу арқылы үлкен жақсылық жасады. Пайғамбар оларға Алланың Құрандағы һәм болмыста көрініс тапқан аяттарын оқып түсіндіреді. Ой саналарын теріс ойлар мен қате түсініктерден, жүректерін жалған сенімдерден және өмірлерін күнә атаулыдан арылтып тазартады. Сондай-ақ оларға кітап пен хикметті, яғни кітапты дұрыс түсіну әрі жүзеге асыру жолдарын, ондағы пәрмендер мен тыйымдардың хикметін һәм жаратылыс пен түрлі құбылыстардың мән мақсатын үйретеді. Шүбәсіз, бұдан бұрын олар анық адасуда еді. Сендер арқылы дұшпандарыңның басына келген бәленің тең жарымы өз бастарыңа келгенде, бұл қайдан ғана келді деген едіңдер. Оларға бұл өздеріңнен болды деп айт. Шүбәсіз, Алла барлық нәрсеге құдіретті. Екі қол бетпе-бет келген Ухуд шайқасы болған күні бастарыңа келген бәле алдымен өздеріңнен һәм шүбәсіз Алланың қалауымен болды. Алла шынайы мүміндерді айқындап көрсету үшін солай істеді. Әрі, екіжүзділік жасағандарды айқындап, әшкерелеу үшін істеді. Оларға, келіңдер, Алла жолында, ақиқат үшін соғысыңдар, тым болмаса қорғаныс шебінде болыңдар, жаудан бала-шағаларыңды, жерлеріңді қорғаңдар делінсе де, олар, егер соғыстың шынымен болатынын білсек, онда сендерге сөзсіз қосылар едік, алайда шайқастың болуы неғайбыл деп жауап берді. Шынтуайтында олар, сол күні иманнан гөрі күпірлікке әлде қайда жақын еді. Жүректерінде болмаған нәрсені ауызбен айтуда еді. Алла олардың ішіне бүккен пиғылдарын жақсы біледі. Сол екіжүзділер өздері соғысқа шықпай, үйлерінде отырып алғанымен қоймай, Алла жолында жаумен айқасып, шейіт болған туыс, немесе жерлес бауырлары жайлы, егер олар сөзімізге құлақ асып, тілімізді алғанда өлтірілмес еді дейді. Оларға, айтқандарың рас болса, һәм қолдарыңнан келсе, қане, өз ажалдарыңның бетін қайтарып көріңдерші деп айт. Алла жолында өлтіріліп, шейіт болғандарды өлі деп ойлама. Керісінше, олар тірі, әрі Раббыларының дәргейінде ризық несібеге бөленуде. Олар Алланың шексіз шарапатымен бірге нығметтеріне шат-шадыман болып қуануда, әрі өздерімен әлі қауышпағандарды, яғни діндес бауырлары Алламен қауышқанда олар үшінде ешқандай қорқыныш жоқ екенін, һәм әсте жабықпайтындықтарын айтып, сүйіншілеуді қалайды. Сондай-ақ олар мүмін бауырларын Алланың көз көріп, құлақ естімеген әрі ешкімнің ойына да кіріп шықпаған нығметтері һәм шексіз шарапатымен, сондай-ақ Алланың мүмін құлдарының сауабын әсте зая етпейтіндігін айтып, сүйіншілейді. Тіпті жараланғаннан кейінде Алланың және пайғамбардың шақыруына құлақ асып, жаудың ізіне түскендерге, әсіресе олардың арасындағы бейне бір Алланы көріп тұрғандай,
Жоқ дегенде Алла тағаланың өздерін көріп тұрғанын бір сәткеде қаперінен шығармай, жадында ұстаған, һәм Аллаға қарсы келуден барынша сақтанып, тақуалық шеңберінен шықпай, әрекет еткен сол мүміндерге үлкен сый-сияпат, зор сауап бар. Ел жұрт оларға, дұшпандарың сендерге қарсы қол жинады, ендеше олардан қорқыңдар, һәм аман сау тұрғандарыңда бас сауғалаңдар дегенде, бұл хабар олардың иманын одан сайын арттыра түсті. Сонда олар, бізге бір Алла жетеді, ол қандай керемет қамқоршы деп жауап берді. Сөйтіп олар, соғыстан Алланың нығметімен шексіз шарапатына мол сауапқа бөленіп, ешбір жамандыққа ұшырамай аман-есен оралды. Олар Алланың разылығын мақсат етіп басшылыққа алды. Алла шексіз шарапат, зор игілік иесі. Расында, сендерге сол жаманатты жеткізген шайтан. Одан басқа ешкім емес. Ол сендерді өзінің кәпір достарымен қорқытқысы келеді. Егер шынайы мүмін болсаңдар, олардан қорықпаңдар, менен ғана қорқыңдар. Күпірлікте бір-бірімен жарысқа түскендер көңіліне қаяу түсірмесін. Олар Аллаға, яғни Алланың хақ дініне һәм пайғамбарына зәредей де зиян келтіре алмайды. Алла ақиретте олардың ешқандай нәсібі болмағанын қалайды. Әрі олар үшін алапат азап бар. Иманды күпірлікке айырбастағандар Аллаға, яғни оның хақ дініне һәм пайғамбарына зәредей де зиян келтіре алмайды, және олар үшін жан төзгісіз азап бар. Күпірлік қылғандарға бұл дүниеде мұрсат берген болсақ, олар оны өздері үшін қайырлы екен деп ойламасын. Шынтуайтында, біз оларға одан сайын күнәға бата түссін деп мұрсат берудеміз. Олар үшін ақиретте өздерін қор қылатын азап бар. Алла мүміндерді үнемі сендердің жағдайларың сияқты кімнің мүмін, кімнің мұнафық екені белгісіз болған қиын жағдайда қалдырмайды. Түбінде таза мен ластың, ақ пен қараның, мүмін мен мұнафықтың ара жігін ажыратады. Сондай-ақ Алла барлығыңды бірдей, адамдардың жүрегіндегі бар сырды біліп, ғайыптан хабар беретін көріп келетпейді. Алайда ол пайғамбарларының арасынан қалағанын таңдап алып, оларға өзі қалаған деңгейде ғайыпты һәм адамдардың жүрегіндегі сырларды білетін ерекше қабілет береді. Ендеше Аллаға және пайғамбарларына иман келтіріңдер. Егер шынымен иман келтіріп, Аллаға қарсы келуден сақтанып, тақуалық шеңберінде өмір сүретін болсаңдар, сендер үшін көз көріп құлақ естімеген, ешкімнің ойына да кіріп шықпаған үлкен сый-сияпат бар. Алланың шексіз шарапатымен үйіп төгіп берген мал дүние, ілім, күш қуат сынды нығметтерін игі жолға жұмсамай сараңдық қылғандар, бұл қылықтары өздері үшін қайырлы болады деп ойламасын. Керісінше, бұл өздері үшін жаман болады. Қиямет күні сараңдық қылып жинаған дүние мүліктері өз мойындарына оралады. Күллі аспан әлемі мен жердің бар мұрасы бір Аллаға тиесілі, яғни ондағы барлық нәрсе түбінде Аллаға қалады. Алла олардың не істеп не қойып жүргенінен толық хабардар. Алла пақыр, біз баймыз деп айтқандардың сөзін Алла естіді. Біз олардың айтқанын және пайғамбарларды нақақтан нақақ өлтіргенін жазып қоямыз. Һәм о дүниеде оларға тозақ отының күйдіретін азабын татыңдар деп айтамыз. Міне, бұл азап өз қолдарыңмен істеген күнәларыңның қарымы. Алла құлдарына әсте қиянат, әділетсіздік жасамайды. Сондай-ақ олар Алла бізден мұғжиза ретінде көктен түсетін, от жалмап күл қылатын құрбандық әкелмейінше, бірде-бір пайғамбарға сенуші болмаңдар деп уәде алған еді дейді. Ендеше оларға, сендерге менен бұрын көптеген пайғамбарлар айқын дәлелдермен, анық мұғжизалармен қатар, өздерің айтқан құрбанды да әкелген еді. Егер айтқандарың рас болса, онда неге
нақақтан нақақ өлтірдіңдер деп айт. Уа Мұхаммед, егер олар саған өтірікшісің деп, өзіңе де, сөзіңе де сенбесе, еш мұңайма. Шүбәсіз, сенен бұрында талай пайғамбарлар өтірікшіге баланған еді. Олар да қауымдарына өздерінің хақ пайғамбар екенін көрсететін ап-айқын дәлелдермен, көпе көрнеу мұғжизалармен, өсиетке толы иләһи парақтармен және Тәурат пен Інжіл сынды адамдардың көкірегіне иман нұрын ұялатып, жолдарына жарық түсіретін нұрлы кітаптармен келген болатын. Әрбір тірі жан бір күні өлімнің дәмін міндетті түрде татады. Қиямет күні бұл дүниеде істеген істеріңнің қарымын толық аласыңдар. Кім тозақтан аулаға кетіліп, жұмаққа кірсе, зор жетістікке һәм мақсат мұратына жеткені біліп қойыңдар. Бұл дүниенің тіршілігі алдамшы қызықтан, жалған бұйым боқшадан басқа түк демес. Ендеше, уа мүміндер, шүбәсіз, сендер мал мүліктеріңе һәм жан тәндеріңе қатысты түрлі сынақтарға душар боласыңдар. Сондай-ақ, өздеріңнен бұрын иләһи кітап берілгендерден және Аллаға серік қосқандардан көңілдеріңе тиетін талай сөз естисіңдер. Егер соның бәріне сабырлылық танытсаңдар, һәм Аллаға қарсы келуден сақтанып, тақуалық шеңберінде өмір сүрсеңдер, міне сол асқан табандылық пен ерекше күш-жігер талап ететін сауабы мол зор істердің бірі. Кезінде Алла кітап иелерінен кітаптағы ақиқаттарды, әсіресе Алланың соңғы елшісі жайлы маңызды мәліметтерді ел жұртқа ашық айтып жеткізетін боласыңдар, һәм ондағы ақиқаттарды жасырмайсыңдар деп уәде алған еді. Алайда олар мұны қаперлеріне ілмей, бірден бұлай ысырып қойып, оны мал дүние, шен-шекпен, атақ-абырой сынды болмашы бағаға сатып жіберді. Расында, олардың бұл саудасы қандай жаман әрі зиянды десеңші. Жағымсыз істермен қолдарына тиген болмашы бұйым боқшаға мәз болғандарды һәм қолдарының ұшы тимеген істерді иемденіп, өздері атқарғандай мақтау естігенді қалайтындарды оңады деп ойлама. Сондай-ақ оларды азаптан құтылады деп те ойлама. Олар үшін жан төзгісіз азап бар. Күллі аспан әлеміндегі және жердегі бар мүлік пен бар билік Аллаға тиесілі. Алла барлық нәрсеге құдіретті. Шүбәсіз күллі аспан әлемі мен жердің жаратылуында, түн мен күннің алма-кезек ауысып, ұзарып қысқаруында ақыл иелері үшін Алланың шексіз құдіреті мен шексіз билігін көрсететін ғибратқа толы талай айқын белгілер, дәлелдер бар. Олар тікесінен тік тұрып та, отырып та, бір бүйірлеп жантайып жатып та, үнемі Алланы еске алады, һәм күллі аспан әлемі мен жердің жаратылысына терең ой жүгіртіп, уа Раббымыз, сен мұны бекерге мақсатсыз жаратпадың. Сен мақсатсыз, мәнсіз іс істеуден аулақсың. Бізді тозақ отынан сақтай көр. Уа Раббымыз, сен кімді тозаққа тастасаң, шүбәсіз оны қор қылғаның, көпірлікте қасарсып, өз-өзінің обалына қалған залымдардың өздерін Алланың азабынан қағатын бірде-бір медеткер жоқ. Уа Раббымыз, расында біз, Раббыларыңа иман келтіріңдер деп, иманға шақырған ақиқат жаршысын естідік және естіген бойда оған құлақ асып, иман келтірдік. Уа Раббымыз, біздің күнәләрімізді кешіре көр, кінә қателіктерімізді амал дәптерімізден өшіре көр, және бізді дүние салғаннан кейін өзіңе жақын болған ізгі әрі кемел мүміндердің қатарына қосқайсың. Уа Раббымыз, бізге пайғамбарларың арқылы уәде етіп, беремін деген сый-сияпатыңды, жұмақ пен жамалыңды көру нығметін нәсіп еткейсің. Сондай-ақ, қиямет күні бізді жерге қарата көрме. Шүбәсіз сен
уәдеңнен әсте таймайсың деп жалбарынады. Раббылары олардың дұға мінәжаттарына былай деп жауап береді. Шүбәсіз, мен мейлі ер, мейлі әйел болсын, араларыңнан үнемі осылай игілікті істер атқарғандардың еңбегін зая етпеймін. Өйткені сендер бір бүтінсіңдер, яғни мақсат мұраттарың, ұстанған жолдарың бір, һәм еңбектеріңе қарай қарымдарыңды аласыңдар. Менің жолымда хижрет еткен, әрі атамекенінен қуылған, менің жолымда сан түрлі зәбір зомбылыққа төзе білген, һәм керек кезде дұшпанға қарсы қасық қаны қалғанша соғысқан, және өлтірілген әрбір жанның кінә қателіктерін жасырамын. Һәм шүбәсіз, оларды жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшаларына кіргіземін. Бұл Алла тарапынан берілетін ерекше сый-сияпат. Әлбетте ең керемет сый-сияпат Алланың дәргейінде. Хақ дінді мойындамай, күпірлік қылғандардың уақытша молшылық пен баянсыз биліктің арқасында қала-қала, ел-елді шарлап, шалқып жүргендеріне алданба. Бұл көзді ашып жұмғанша өте шығатын қу тіршіліктің өткінші қызығы ғана. Содан кейін олардың барып паналайтын жері тозақ болмақ. Ол қандай жаман жатақ. Алайда Раббыларына қарсы келмей, тақуалық шеңберінде өмір сүргендер үшін жайқалған жасыл бауларының арасынан және зәулім сарайларының түбінен өзендер ағып жататын жәннат бақшалары бар. Олар онда мәңгі бақи қалып, Алладан ерекше сый құрмет көреді. Алланың дәргейіндегі бар игілік, ізгіде кемел мүміндер үшін әлде қайда қайырлы. Шүбәсіз, кітап иелерінің арасында Аллаға иман келтіретін, сендерге түсірілген Құранға және өздеріне түсірілген Тәуратқа, Інжілге кәміл сенетін, һәм Алладан шын именіп, жан тәнімен мойын сұнатындар да бар. Олар Алланың аяттарын арзан бағаға сатпайды, болмашы нәрсеге айырбастамайды. Олардың алар сауабы мен сый-сияпаты Раббыларының дәргейінде. Шүбәсіз Алла жауапқа өте жылдам тартушы. Уа иман келтіргендер! Алла жолында бастарыңа келетін ауыртпалықтарға, сондай-ақ оның бұйрықтарын орындап, тыйғандарынан тыйылу мәселесінде барынша сабырлылық танытыңдар. Дұшпанмен бетпе-бет келгенде барынша табандылық танытыңдар. Сабырлы болуда олардан асып түсіңдер, һәм бір-біріңді сабырлы болуға шақырыңдар. Аллаға құлшылық етуге, һәм оның жолында күресуге келгенде оттай маздап, әрдайым дайын тұрыңдар, әрі бір-біріңе сүйеу болыңдар. Аллаға қарсы келіп, асы болудан барынша сақтанып, әрдайым тақуалық аясында өмір сүріңдер. Міне, осылайша, екі дүниеде де азаптан құтылып, мақсат мұраттарыңа жетесіңдер.